Гамарджова достар, менің есімім Аягөз. Мен Асия. Бұл видеода Грузияның 5 тарихи қаласын көрсетеміз. Кварелия қаласы Кахетия ауданы Грузиядағы шараптың отаны және жүзім алқабының мекені. Бұл аймақ көркем табиғатымен, бай мәдениетімен, әлбетте дәмді тағаммен де танымал. Тигнахи көне қорғандарымен танымал шағын қала, романтика іздегендерге сүйікті мекен. Жайлы көшелер, балкондар, Аладан алқабының көрінісі бұл жерге ерекше атмосфера береді. Уплисцехия мыңдаған жыл бұрын тасқа қашалып салынған және әлі күнге дейін сақталған үңгірлі қала. Бүгінге дейін 150-ден астам үңгірлер сақталған. Бір кезде бұл ежелгі Грузияның басты қалаларының бірі, сауда мен діннің орталығы болған. Мсхетті Грузияның ең көне астанасы және де христиандық бастау алған қасиетті мекен. Джвари шіркеуі Кавказдағы алғашқы христиандық шіркеулердің бірі және ЮНЕСКО мұра объектісі. Дәл осы жерде Грузия 4 ғасырда христиандықты қабылдады. Тбилиси көне көшелері заманауи ғимараттармен астасып, ескі мен жаңаны үйлестірген қала. Тбилиси әрқашан мәдениеттер мен халықтардың тоғысқан жері болған. Бұл қаланың архитектурасынан және көше өмірінен көрінеді. Енді мұнда Атыраудан Эйр Астананың тікелей рейсімен небәрі 2 сағатта тез әрі ыңғайлы жетуге болады. Грузияның қай тарихи жері сізге ұнады? Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.